Все, пишем. Ассалаумағалейкум ардақты қазақ елі, қасиетті жұмада ниеттіліктеріңіз қабыл болсын. Әдеттегідей Астана қаласы дін істері жөніндегі басқармасының қолдауымен Алқа радиосының YouTube, Instagram және TikTok парақшаларында Алқа радио кезет сайтындағы интернет радионың тікелей эфирін сіздердің назарларыңызға ұсынамыз. Толық нұсқасы YouTube арнасында да болып жатыр, солда сақталады. Десе де тікелей эфирде студия телефоны бар, тікелей студия хабарлассаңыз болады. 8747 751 7070 студия телефоны сіздерге қызмет жасайды, ардақты ағайын. Біз тікелей эфирдеміз. Дауыс жоқ деп жатыр. Дауыс шықты ма? Тиктокта дауыс. Жақсы, мамандар реттейді қазір. Алдымызда бірнеше жерде бірден шыққаннан кейін айып етпеңіздер, мүмкіншілігімізге қараймыз. Стримді репостпен бөлісіп отырыңыздар. Алдымызда Құрбан айт келе жатыр. Құрбан айт төңірегіндегі және жалпы өмірімізге қажетті болған сауалдарыңыз болса жолдасаңыздар болады. Біз қызметке дайынбыз. Алла разы болсын. Амандық ниеттеріңіз қабыл болсын. Ең бірінші сауал: 100 теңге садақаға жата ма? 1 теңге садақа жатады. Жылы ауыз сөз жатады садақаға. Күлімсіреу жатады садақа. Қабағының ашық болғаны садақаға жатады. Хадисте күллу маруфин садақа, барлық жақсы іс садақаға жатады. Мейірімділіктің өзі садақа. Амандасып қол беріп, бауырмашылықты танытудың өзі садақа. Садақаның жолы өте көп. Садақа деген тек қана ақшамен өлшенбейді. Садақа деген шындық айтудың өзі садақа. Ақиқатта тұрудың өзі садақа. Біреудің көңілін қалдырмаудың өзі садақа. Сондықтан садақаны ақшаға байламаңыздар. Дауыс шықты. Ассалаумағалейкум дейді. Ассалаумағалейкум деп сәлем берген баршаларыңызға ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракату. Алла разы болсын. Әйелімді анасы алып кетіп қалды. Мен риза болмаған шығар. Әйеліңіз кетіп қалса, барып алып келіңіз. Анасы ортаға түскен болса, ортада бір мәселе бар. Ренжітпеңіз, кешірім сұраңыз, болғанша алып келіңіз. Болмайтын болса, енді көресіз. Дуаланған адамды қалай тазартса болады, өзі барғысы келмесе? Аят дұғаларды беріңіз, оқысын. Құранның ең жақсы осы дуалауға, сиқырлауға жауап беретін, яғни пайда беретін ең жоғарғы 2 сүресі, ол Құрандағы Фалақ, Нас сүресі. Осы Фалақ, Нас сүресін оқи берсе, менімше жеткілікті болады. Арафа күні дегенді түсіндіріп жіберіңізші. Ораза ұстау ма? Арафа күні деген сөз қажылардың Меккеде тұратын тауы Арафа тауы деп айтылады. Сол Арафат жазығында тұрады, сондықтан елдің ішіне Арафа күні деп айтылып кеткен қажылықтың құрметі үшін. Бірақ бұны біздің қазақ халқында шек күні деп айтады. Яғни шек береді сол кезде, ол күндері ораза ұстаса жақсы болады. Негізі қазір Құрбан айт Зүлхиджа деген айдың 10-ы болатын болса, онда алдында сол 9-10 күн ораза ұстаған керемет болады. Айтқа дейін. Яғни бүгін мысалы 5-ші күні жаңылмасам, Зүлхиджа айының бүгін ұстай алмасаңыз, ертең ұстасаңыз да болады. Алла риза үшін ұстау. Соның ішіндегі ең, мысалы айтайық 9-10 күн ұстай алмадыңыз, ең жақсы бір күн ұстайтын болсаңыз, онда Құрбан айттан бір күн бұрынғы күнді ұстаңыз, ниетіңіз қабыл болсын. Үйден 2 ине тауып алдым, не істеуге болады дейді. Тастау керек. Ұланаға, сізге мешітке келе алам ба? Келе аласыз. Жаназа намазында Аллаху акбар дегенде басты көтерген дұрыс па? Жоқ, бас көтерілмейді. Имам бас көтеріп жатады. Бас көтеруінің себебі, мына бүйтіп тұрып оқып атқан адам ауа алып, дауысы тыныс алып, сол тынысты артында халық жақсы есту үшін басын бүйтіп барып Аллаху акбар дейді. Содан бізден имам не істесе, молда не істесе, елдің бәрі соны істеген істеме, айтқан істе деген сияқты бір сөзді соған ілестеп, бір жақ алдында имам соны біледі ау деп басын бүйтіп шұлғып, сөйткеннен бәрі сөйтіп жатады. Бұл үлкен қателік, оның керегі жоқ жасаудың. Имам енді дауысын көтеріп, өкпесін ауа алып барып, бүйтіп барып айтады, енді екпіндеп. Сондықтан біз оны қайталамаймыз. Кей кезде оң жаққа сәлем берген кезде, сәлем бергенде оң жаққа қол лақтырып, сол жаққа сәлем бергенде сол жақ қолды лақтырып жатады. Бұл да бір әдепсіздік нәрсе, оның қажеті жоқ.
Мөшел жаста қан шығару болмаса бола ма? Болады. Мөшел емес. Сенікі мешел сияқты көрініп тұр. Олай емес. Өмен жазады айна. Сауатты жазып үйреніңіздер. Біздің өзіміздің тіліміз асықпай жазыңыздар. Біздің тілімізді, өзіміздің ұлттық құндылығымызды сізбен біз сақтамағанды кім сақтайды? Сондықтан міндетті түрде мөшел дейді. Ал енді мөшелде мал сою деген нәрсе жоқ. Мөшелде жағдайың келсе, қайыр садақа жаса. Бір заманда елге дәм беру үлкен жақсы іс болған. Қазір енді тойдыру бір амал қайнап қалғандай да, бір бақталастық. Сондықтан басқа да сауап амал көп. Мысалы сен мүшелден бір қайырлы бір дұғалайын, баталайын десеңіз, басқа сауапты істер көп, жасай беріңіз. Мүмкіншілігіңіз келсе, кітап алыңыз, кітап сыйлаңыз біреуге, жол жөндеңіз, білмеймін, тазалық жасаңыз, отбасыңызбен барып жол тазартыңыздар, қаладана көше сыпырып жүргендерге барып бір күн асарға шығып қызмет жасап берейік соларға. Міндет тұр ғой. Бізде тек қана бүкіл президенттен бастап бәрі тапсырма беріп көшеге шығып бәрі субботник жасаймыз, сонымен болды, қалды, келесі жылғы субботникке дейін бәрі қош болса өлемай дейді. Жоқ, дұрыс емес ол. Аптасына 2 аптада бір рет мешітке келіп тазалап беріңіз. Өзіңіз оқыған мектепті барып тазалап беріңіз, краскілеп сырлап. Қазір жаздық каникулға балалар кеткеннен кейін мектептер бос қалады, соны барып бір краскасын алып беріңіз. Бұл да жақсы. Біздің балаларымыз жақсы жерде оқыса, компьютер алып сыйлаңыздар, балалар оқитын жерге спорттық құралдар сыйлаңыздар, балалардың спорттық қатысатын жеріне киімдерін алып беріңіз. Ол да сауапты. Сауапты тек қана бір мешіттің аумағы емес. Балаға азан шақырып ат қойылу маңызды ма дейді. Маңызды. Бұл сүннет амал болып табылады. Ажырасу күнә ма дейді. Қарап көру керек жағдайға. Егер адамды өмірін ұрып, соғып, өлтіріп тепкілеп атса, жоқ, ажырасу күнә деп отыра бер деп, өле бер деп айтқан бұл надандық болады. Сондықтан адамды, егер ондай өмірі тозаққа айланған болса, адамның ешкімнің құлы емес. Ал енді түкке тұрмайтын сөзге, сен бүйтіп айттың, мен бүйтіп айттым деген сөзді қуу, соның нәтижесінде отбасымызды әлбетте бұл күнәға барып тақалады. Отбасын тастап кеткен ер адамға не айтар едіңіз? Қайт деп айтар едім. Отбасыңа қайт, саған одан артық адам жоқ, бар деп айтып түсіндірер едім. Намаз оқымаған адамның үкімі, оны кәпір қылып, оны шариғаттан үкім алдырмай, сен кәпірсің, мұсылман емессің, сен адасқансың деп оны қаралау емес. Намаз оқымаған адамның үкімі, соны қолынан жетектеп мешітке әкелу. Сол сияқты отбасын бұзу ол жерде жетістік емес, отбасын сақтап қалу, сол жерде даналық көрсету жетістік болып табылады. Анамның топырағында арам шөптер көп өсіп кеткен, жылуға бола ма? Көк шөпті жылуға болмайды. Ол арам шөп бола ма, жай шөп бола ма, пайдалы шөп бола ма, мал жейтін шөп бола ма, мал жемейтін шөп бола ма? Ана биік өсіп кететін шөптер болса да, өсіп көгеріп тұрған көк майсаны жолмайды. Кейінірек құрғаған кезде, көктем аяқталып, жаздың ыстық уақыттары таусылып, шөптері қурайды. Сол кезде қураған шөпті алып тастаса болады. Оның өзі не үшін? Оның өзі шөп кейде зираттар өртеніп кетеді, сол өртенген кезде зираттар жанып кетпес үшін ғана аламыз біз. Номер не үшін дейді біреу ояныпты? Номер телефон соғу үшін. Мынау Нұрекең ба, искусственный интеллект па дейді. Жоқ, мен балам. Арам шөпті, жаңа айттық, зираттың басындағы, ол тек қана қураған кезде алып тастайды. Және осы зират басында бір әдептің ең үлкен сақ болатын дүниені айтып түсіндіріп кетейін. Бұл хадисте келеді. Зираттың басу. Яғни біз көп адам ойлайды, адам жерленген жерде төмпешікті тұрса, адам осының ішінде деп ойлайды. Жоқ, біздің көп облыстарда жерге қарай адам мына төмпешіктің оң жағында жерледі. Лақат деп айтылады. Лақат деген арабша жамбастап жату деген сөз. Сол жамбастап жатқан екінші жағында жатып, мына төмпешіктің астына адам жатпайды. Қазір ғой енді тік жерлеп жатырмыз да, бірақ негізі мына тарапында жатады. Сондықтан сіз шөпті жұлған кезде байқамай оң жағынан түсіп тартып жұлсаңыз, марқұмның үстін басып тұрып жұлған боласыз. Сондықтан осы жерден сақ болыңыз. Жасанды жаңбыр шақыру дұрыс па? Ғылым, білім, ешқандай мәселе жоқ. Біз ана 5G желігіндегі нені қоймаймыз деп те шыққан. Ұялы байланысты соқтан ештеңе жоқ, ол пайдалануға болады. Алло, ассалаумағалейкум, Алқа радиосы. Алейкум салам. Айтыңыз, тыңдап тұрмын. Аға, менің қоятын бір үш сұрағым бар. Бірінші сұрағым,
өзім сауда істеймін да. Мхм. Маған келген адам түс дейді сауда. Мхм. Саудаласады. Саудаласады. Мен түспеймін деймін. Мхм. Мен өзім қоятыным аз деймін да. Дұрыс. Көп қоймаймын. Мысалға. Сол жағы қалай болады? Екінші сұрақ. Екінші сұрақ, мысалға менен қарыз алған адам маған бермеді да. Сонда мен оны көріп қалып айттым. Арадан 4 жыл ма 5 жыл ма болып кетті. Боздамаймын дедім да. Арғы кезде сенен басың биік болады дедім. Сол кезде болды. Сондай болсын деп те кетіп қалды. Ол екінші сұрағым не болады екен сол қалай? Менің айтқаным дұрыс па, дұрыс емес па? Үшіншісі, мен өзім ініме ақша алып беремін. Бүйтемін да, жұмыс ашады, бірге жабатын болады. Ол кезде сөйтіп қазір енді бірге жаппаймыз, өзім жауып жатырмын. Енді қатты сөйлейін десем өзімін. Соған қалай сөйлеу керекпін? Осы үшеуі. Жақсы жаным, эфирден тыңдаңыз. Біріншісі сауда мәселесі. Саудаласу, яки болмаса саудаласуды бізде саудаласудың ережесі өте әдепсіз. Біріншіден бізде саудаласу емес, бізде адамды қинау, адамды қорлау, саудагердің жәнін алу және өзінің жәнін сату. Біз сол деңгейдеміз. Саудаласудың шариғи нормасы мен сіздерге айтып берейін. Саудаласудың шариғат шеңберіндегі жүйесі былай болады. Сіз айтасыз, мысалы айтайық, бір затты көрсетіп, мына қалам 20 теңге тұрады деді. Осы қалам 20 теңге қаламын, мен айтам 15-ке бересің бе деймін. 19-ға. Сіз айтасыз, жоқ 20-дан бір тиын түспеймін дейсіз. Болды, жақсы, міне осы. Бересің, бермейсің, сұралу, яғни есеп, осы сауда болды. Саудаласу деп осыны айтады. Біздікілер 15 теңгеге бермеймін десең, анау беріп жатыр деп өтірік айтады, бірінші күні. Екіншісі күні өлдің бе осыншама дейді, ар намысына, мынаны соншама бір қытайский ручкаға осынша ақша қосып өлдің ба, бала шағаң бір нәрсе неше түрлі оңбаған сөз айтып шығады. Бұл саудаласу емес. Бұл адамның ар ожданына тию, оның жеке шеңберіне кіру болып табылады, жеке мүддесіне қол сұғу болып табылады. Алланың алдында бұл шағым айтатын болса, менің ар намысыма онда бұл сіз жауап беруіңізді ықтимал. Сондықтан келешекте саудаласатын адам нақты сұрайсыз, ол қайдан алдың, қанша түсесің, сен қанша пайда, ана байық сатушы адам ең соңында кетші дейді. Яки болмаса сондай саудаласып болып бітіп, соңында жарайды мейлі деп алмай кетіп қалатын оңбағандар бар. Бұл да оңбағандық болады. Үшінші сұрақ, мына бауырменен бірге бизнес жасау. Жалпы кіммен бизнес жасасаңыз да ең бірінші Құранның аятымен жазу керек. Яғни ереже бар. Біреуге ақша берсең, біреуден ақша алсаң, Құранда да аятқа жаз дейді. Ортаға қалыс адамдарды қойып тіркейін. Қазіргі жазатын аудио-видео осыны қойып ертең сөзге келмейтіндей, сөзіміз ашық. Сен ренжіме, мен мысалы осындай жасап жатырмын, енді мен жазып алайын келісім шартты деп, келісіп рұқсат сұрап отырғалы, шпиондап, ұрлап тығылып, жаңағы жасырын жазып алу емес, кәдімгі көрсетіп жазып алу керек. Жазып аласыз. Жазып алғаннан кейін енді сондай болады. Қарызды төлемейді уақытысында, ортаға сіз гарант болған, сол кредит мәселесінде де көбінен солай сөйтіп, көп адам төлемей кетіп қалады. Сіз ол үшін жауаптысыз бәрібір. Сондықтан енді орталық мәселені бұзбай, енді жеткен жері сол шығар. Кейбір кезде біздің бұл жағдайға жиі тірелетініміздің бір мәселесі, мен сенен осыны сұрап бедім деген сөзге қаласыз. Сондықтан ең жөні сол. Құрбандыққа қой шалсаң, бір адам ғана алу керек па дейді. Құрбандық бір үйде шалынғанда, бір шаңырақтағы адамның барлығының мойнынан түседі. Еркек құрбан шалғанда үй отағасы, оның әйелі, ол үйдің бала шағасы, ол үйдің сол шаңырақта тұратындардың барлығының мойнынан түседі. Егер олар өздігінен бай болып, өздерінің обороттары болатын болса, бір шаңырақта тұрса да жеке-жеке құрбан шалады. Ал енді оқушылар, студенттер, бала шаға, әйелің, қазір мода болған тоқалың, олар жеке құрбандық шалмайды. Тұсау кеспері аз кесей құда қалса. Қыздың атын әнім деп қойсақ болады ма? Әкесі композитор еді. Қойғымыз келіп отыр, дін бойынша осы дұрыс па? Неге болмайды?
Неге болмайды? Дін қазақи атқа қарсы емес қой. Қайта сол қазақша ат қоя беріңіз. Жақсы аттар. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам бір адам келіп ислам дінін қабылдаса, оның атын өзгерткен жоқ. Тек қана атын өзгертті, мына исламға қарсы болған аттар өзгертті. Оттың құлы, күннің құлы, күннің күні деген сияқты. Бірақ жалпы жақсы аттар, ұлттық санаттағы аттар қалу керек. Қойыңыз балаңызға, сабиіңізге Алла берекелі өмір берсін. Ассалаумағалейкум, Алқа радиосы. Алло. Иә. Аға, мен сұрақ қойын дегенім. Айтыңыз, сынақтың. Менде сенім 5 жыл үйде тұрды, 6 жыл. И ол кісі оны бөлек шығарайын, қыздан есеп қалды, бөлшек қалды деп бөлек шығарсам, маған анам да, бауырларым да қарсы, сен неге бөлек шығарасың, оны үйде тұра бермей ма деп. Мен қыздарым өсіп қалды деп, ол кісілерге түсіндіре алмайтын. И сол ішінде бауырлармен де көп ренжісіп қалдым. Кімді бөлек шығарам дейсіз? Бауырлармен жағы, анам маған қарсы да, неге шығарасың? Жоқ, кімді? Жиенінің, туған әпкемнің баласы. Шығару керек. Ер жеткен болса шығару, бірақ сіз шығармауыңыз керек оны. Сіздің жолдасыңыз, күйеуіңіз шығару керек. Оны мен күйеуім оған анастайын деп айтты, оған мен әпкем шығып, күйеуіме айтты, сосын мен әпкеме айттым. Ол күйеуіңіздің бауыры ғой, а? Күйеуім бауыры емес, ол менің бауырым. Сіздің өзіңіз тарапыңыздың бауыры ма? Иә. Онда шығаруыңыз керек, бәрібір. Өзіңіздікі бола ма, біреудікі бола ма? Өйткені шариғат қазір мен осы... Болды ма? Сауалыңыз осы ғой? Иә, сауалыңыз маған ренжіп просто мен бауырларым... Қазір түсіндіріп айтамын. Осы мүмкіншілікті пайдаланып отырып, мына қыз бала тәрбиелеп отырған, ұл бала тәрбиелеп отырған, барлық ата-ана балаларыңызды туысқан, ағайын, жамағайын, бауыр, сондайлармен жалғыз қалдырмаңыздар. Өкпесі жарылса да, ренжісе де ренжи берсін. Қазір педофилдік жын шайтанның, арсыздардың теріс пиғылдары алға басып жатыр. Білмеймін, ол адаммен сыйласыңыз, дос болыңыз, ағайын болыңыз, ақша беріңіз, ақша алыңыз, қонаққа барыңыз, қонаққа келіңіз, бірақ үлкендердің қасында болсын. Қаншама балаларымыз зорланып, жүректері мөрленіп, ондай болмаса да қолын ұстап, басқа жерін ұстаған азаматтардың мыңдап оқып жатырмын. Осындай әлеуметтік желіде айтылған сөздерді мыңдап оқып жатырмын. Баланы, ата-бабамыз айтқан, өсіп келе жатқан баланы, қызды біреудің үйінде қондырма деген сөз, сол бекер емес. Қалмасын ешкім. Ал енді ер азаматтар, өзің үй табасың, пәтерге бөлініп шық, еңбек ет, жұмыс істе, бұл дұрыс болады. Ал енді өз нанын өзі таба алмай жатса, онда ол үйде тұрады, ешқандай мәселе жоқ. Ренжіген адам сіздерге ренжи берсін, ол реніш орынсыз, сіз оны далаға қуып жіберіп жатқан жоқсыз, мүмкіншілік келсе алдын ала ескертіңіз, бірақ бірден факт алдында қоймай, алдын ала ескерткен жақсы болады. Алло, ассалаумағалейкум, Алқа радиосы. Алло, саламатсыз ба? Сәлемет пе? Мені сұрақ деген едім. Бізде бір аяғы ақсақ бір ешкіміз бар еді, кішкентайынан баққан. Соны буаз болғаннан кейін, сол туғаннан кейін соямыз деп айтып қойдық та оны. Бірақ аяқ астынан жаңағыдай сатып алушы адам табылып, сатылып кетті. Енді ол ешкі, аталған ешкі болып есептелмей ма, жоқ әлде ол ештеңеге солмай ма? Или оның орнына бір мал алып сойып, соны оны не қылуымыз керек болды. Қалай атадыңыздар, не нәрсеге атадыңыздар оны? Біз оны былайша, енді мал қиналып жүр ғой, ақсақ, бір аяқ ақсақта енді. Соны қиналмасын мал деп, соны соямыз деп айттық та, бірақ атап тұрып, адамға оны неге атаған жоқпыз. Жақсы. Эфирден тыңдаңыз. Ешкіңіз естіген жоқ, ешкіге бәрібір кете ме, сойыла ма, тем более ақсақын өзі кеп қапты жартысы, сондықтан сойып алып жей беріңіздер, ас болсын. Сатшы берсеңіздер, кете берсін, сол сатқан жағына кете берсін. Ешкі аталған мал болады қашан? Алланың атыменен болашақ дүниеге Алланың атын қосып тұрып, осылай жасайтын дүниеге мысалы айтылса. Мәселен, балам оқуды бітірсе, осыдан мына арманыма жетсем, валла, Алла саған ант берем, сен үшін атадым осын деп тұрып, ақсарбас деп атап тұрып осыны жасасаң, сонда ғана оны сою керек болады. Ал енді басқа уақытта берген болса сатшы беріңіз, ақсаққа қызыққан болса кете берсін. Ассалаумағалейкум, Алқа радиосы. Саламатсыз ба? Сәлемет пе? Сұрағым бар еді.
Менің ауыр халде жатыр да, ауырып қазір. Су да ішпейді, тамақ та ішпейді, міне. Жан қиналып жатыр, 2 рет дем салдырғанбыз. Мысалға түнде де дем салдырсақ бола ма екен? Молда келе ма? Молда түнде шақырсақ келетін шығар енді. Көріңіз, сол кісімен ақылдасып көріңіз. Егер қиналмаса, ертең қабағын шытып, айтып жүрмесе, артық сөз онда болады. Ең жақсы дем салу өздеріңіз оқығандарыңыз ғой. Білген сөйлеріңізді оқи беріңіздер. Болды, ең жақсы сол. Жөні сол. Ондай сөйлей алмай сөйтіп тазарып жатыр дейді. Иә, солай болады енді. Алла жеңілдік берсін. Жас нешеде? Жас 67-де. Жас қой. Алла жеңілдік берсін енді, ол кісіге Алла шипа берсін. Мешітке барып, жұма күні, басқа күндер жамағатпен намаз оқыған кезде соған мен атын айтып дұға қылып қойыңыздаршы деп сұрансаңыз, Алла шипа берсін, емін берсін, ахуалын жеңіл қылсын, Құдай жақсылығын берсін енді. Амин. Ұлым туылғанда азан шақырды, бірақ атын толық айтпады. Енді мен қайта азан шақырдып толық атын айтқызуым керек па дейді. Жоқ. Атын толық айтқызу шарт емес, ешқандай мәселе жоқ. Тіпті туылмақ түгіл адам дүниеден өтіп кеткенде аты толық айтылмаса да сауап бара береді. Алло, ассалаумағалейкум, Алқа радиосы. Ассалаумағалейкум. Алейкум салам. Сұрағым бар еді, аға. Өзім бір частный компаниям бар еді. Судың фильтрімен айналысам ғой. Оны фильтрді сататын кезде алатын ценаның өзі сәл төменірек та, бірақ оны қаншалықты пайызға қойып сату керек. Ол жерде банктың услугасы да бар да, 12-13% ұстайтын ше. Просрочкаға қоямын ғой енді. Негізі алған затыңа қанша пайыз үстіне қойып сатқан. Алған адам риза болса, сіз өзіңіз білесіз. Сатып алған сен, сатып ататын сен, өзіңіз білесіз. Қанша процент қоссаңыз, сонша қоса аласыз. Оған мынанша қосу керек, мынанша қоспау керек деген сөз жоқ. Ең товар, базар шешет дейді ғой, құнда. Базар шешет. Алатын адам шешет оны. Саудаласады, өздері шешет. Жақсы. Інімнің жолы болмай жүр, жұмыста да, ақша жағынан да, үйлену мәселесінен де қалай көмектессем болады? Араласпай көмектесесің. Өміріне араласпа. Кейбір адамдарға көмектесу деген сөз араласпау керек. Ол содан өту керек, басын ұру керек. Үйленбей жүрсе демек мінезінен ақау бар. Үйленбей жүрсе бір басқа жағдайы бар. Жұмыста болмаса тіл табыса алмайды. Сөйтіп болмай ма? Мысалы, кейбір кезде асықтырып бір нәрсені жасайтын болсаң, мысалы егін, бала сол бауырыңыз егін. Егінді ертерек шауып алсаң, ішінде дәні қамыр болып піспей қалады. Егер уақытысы өтіп кетсе, онда түсіп қалады. Өзінің уақытысы бар. Әр нәрсенің бұйырған кетпейді, қуған жетпейді дейді. Бір жағы ол ер азамат. Ер азамат сендерді бағу керек. Ер азамат әулет сүйреу керек. Ол қарабасын сүйрей алмай жүр. Ал енді сен оған беріп, ақша беріп, жағдай жасайсың, ол одан бетер жалқаулыққа өтеді. Сондықтан ең дұрысы еркіне қою. Біріншіден. Екіншіден дұға қылыңыз, оған ешқандай тыйым жоқ. Қайта дұрысы сіздің жәрдеміңіз, дұғашы болыңыз. Ассалаумағалейкум, Алқа радиосы. Ассалаумағалейкум. Алейкум салам. Мен бір сұрақ қойын деп едім. Менің досым, мысалы, еркек адамды жақсы, в общем, еркек адамды ұнататын болып шықса, не істесе болады, мысалы? Қашу керек ондайдан. Сен саған қашып қоймаса. Одан қашу керек бірінші. Екіншіден оны маманға айту керек. Оның өзімен сөйлесу керек. Сен өзі қоятын ойың бар ма? Мысалы, сіз анық білсеңіз, оны емдету керек. Арнайы орталық бар менде. Бірнеше азаматты осыдан қайтуына себепші болып жатырмыз қазір. Қазір тағы бір 6-7 азаматпен айналысып жатырмыз. Сондықтан бұл үлкен проблема. Оның түбін анықтап, неден болып жатқанын біліп, соған байланысты тиісті емдеу шараларын көреміз. Бірақ айтпақ болғаным бір үлкен дерт айналайын. Бірақ сіз маман болмағаннан кейін қашу керек ондайдан. Оны ренжітпеңіз, ортаны бұзбаңыз, қарғамаңыз, интернетке салмаңыз, атын айтпаңыз, достарға бөліспеңіз, оның абыройын төкпеңіз, одан бетер оның айтқан өзінің тұрған тұрағында оның сенімін бекемдеттірмеңіз. Бірақ көмек сұраса көмек беріңіз. Жақсы жаным. Қарыз адамдар ақшасын қайтармаса не істеу керек? Мына жерде жаңа қойылған екінші сұрақта да осы мәселе бар еді. Қарызын бермесе, Алланың алдынан есептесеміз дегеннен кейін қарыз мойнынан түседі. Сіз мен кештім деген сөздің есебіне кіреді. Егер сіз Алланың алдында аламын десеңіз, ол қарыз болып тұра береді.
Жоқ, Алланың алдында мен сені кештім, бірақ ол Алланың алдында маған үлес болсын деп сіз кешірім жасатсаңыз, онда сауапты үлкен боласыз. Бірақ бір шарт бар, сіз алдын ала кешірім болу керек сізде. Алдын ала дайындық болу керек. Шарасыздықтан, амалдың жоғынан, ақша бермей қойғандықтан, ой, енді жарайды, енді кешірдім деген ол өтпейді. Бұл жерде сауап қарду хайру мина садақа деген хадис келеді. Қарыз беру садақадан артық. Қашан? Егер ол адам сізге қайтарып бермесе, ай осы бермейді ау деген кезде, бермесе мен кешіруге дайынмын деген кезде, сізде сауап сол кезде болады. Сол қайтармай тұрса, енді полицияға барасыз, полицияға бармасаңыз, онда кешірім, ағайынның ішінде менің түсінгенім кешірімді болу керек. Бірақ қашан, егер ол сондай алаяқтыққа түспеген болса, ананы алдап бір, мынаны алдап бір, тағы солда елдің бәрін алдайтын алаяқ болса, ондайлардың жазасы түрме. Бауыр болса, бауыр бола берсін. Ассалаумағалейкум, Алқа радиосы. Ассалаумағалейкум. Алейкум салам. Бір сұрағым бар еді. Мысалы, ай күніне жетіп 9 ай толғағы болып, бірақ өлі туылса нәресте, ол балаға ат қойыла ма? Таласты мәселе, қойылады дегендер де бар, қойылмайды. Бірақ біздің Ханафи мазхабында әдетіміз бойынша, біз ғұрып әдетіміз бойынша қоямыз. Ат қою деген сөз ол жерде жаңағы азан шақырмайды. Жариял, оны тек айтып қойды, осы туылған баланы өзіміз осылай деп айтып қойдық, жаңағы белгілеп қойдық, мысалы Қайрат Руслан деп қойдық деп, сөйтеді болды. Тек қана сол. Әрі қоймайды деп айтқандардың көпшілігінің уәждемесі бала тірі туылған жоқ деп айтылады. Бір жағы мен өзім ойлаймын, ғалымдарымыз ана жылап атқан ата-ананың көңілін басу үшін ат қойып қояйық деген сияқты, адам қоянды бұл деп, сөйтіп көңілін аулаған дүние деп есептеймін. Жақсы, ең негізгі мәселе, ат қойылса да, ат қойылмаса да, ол уайымдайтын дүние емес. Салауат жайлы айтып беріңізші, күніне неше рет айту керек? 5 уақыт намаздағы салауатқа ие болсаң, соның өзі үлкен салауат болады. 5 уақыт намазың ілек салақ, оның өзінің біреуін оқисың, біреуін оқымайсың, бачытын шығарып жүрген болсаң, тағы да миллион салауат, 70 салауаттың не керек сізге? Салауат айтылады қашан? 5 уақыт намаздағы салауатыңызға ие болыңыз. Міне құрбан шалу туралы айтып жатырмыз. Қарызға ақша алып құрбандық шалуға бола ма дейді? Жоқ, болмайды. Қарызға құрбан алып, отвечаю, кейін берем, айлығымнан берем, бір аптадан кейін берем, бір жылдан, мүлде дұрыс емес. Құрбан шалу тек қана бай бақуатты адамдардың міндеті. Ал енді біз не шаламыз? Біз ұятсыздықты шалуымыз керек. Біз тіліміздің тазалығын шалуымыз керек. Біз боғауызды шалуымыз керек. Біз өтірікті құрбандыққа шалуымыз керек. Біз уәде беріп, уәдеңді тұрмағандығыңды шалыңыз құрбандыққа. Сіз шалатын достың көңілін шалыңыз, достың көңілімен бірге болыңыз. Біреуді ренжіткен болсаңыз, ар намысыңды, көкірегіңді көтере бермей, көкірегіңді төмен құрбандыққа шалып тұрып, барып, содан кешірім сұрау, міне сол құрбандық болады. Ағайындықты үзбеу құрбандық болады. Ұрпақтың тәрбиесі құрбандық болады. Балаларыңызды дұрыс тәрбиелеңіз. Балаңызды Алла танитын, ұлтын сүйетін, жерін сүйетін, тілін қадірлейтін, ұлы үшін, ел үшін, жер үшін тұратын адал, әділ, абадан азамат тәрбиелеп беріңіз. Сіздің құрбандығыңыз үмметке салған, қазаққа салған құрбандығыңыз сол болады. Қазақ үшін сөйлеп жүргендердің не өзі қазаққа жарымаған, не ұрпағы қазаққа жарымаған. Сондайлардың ұрпақ қоғамға не пайдасы бар? Сондықтан да шын ұрпақ қазақты жақсы көрген адам, шын құрбандықты қалаған адам, шын құдайлықты қалаған адам, шын құдайға берілген адам, ол болашағын Алламен байлаған адам. Алло, ассалаумағалейкум, Алқа радиосы. Алло, сәлеметсіз бе? Сұрақ қояйын деп едім. Амансыз ба, қалайсыз? Денсаулығыңыз жақсы ма? Шүкір, жақсы. Қай жақтан боласыз? Туған жеріңіз қай жер, апа? Қай жерден хабарласып тұрсыз? Ақтөбеден, Байғанин. Байғанин. Айтыңыз, апа, сауалыңызды. Не ғой, мына шектік берген үй құрбандық шала ма, шалмай ма? Шектік берген адам құрбандық шалады, апа. Шектік ол сауап үшін істелінетін Құран оқыту, қайыр, садақа. Ал құрбандық шамасы жеткен адамға міндет болады, парыз болады, апа. Уәжіп болады. Сол шектік берсе де құрбандық бере береді? Иә. Құрбандық шалады. Шалады, апа. Енді сол тек бір күн беру керек па шектікті? Бір апта бұрын, бір аптаның ішінде бере бересіз. Иә, бір аптаның ішінде бере бересіз. 7 күннің ішінде. Жақсы. Жақсы, апа, қабыл болсын. Кеш жарық Құран хатым туралы түсіндіріп беріңізші, кім және қай кезде оқуы керек?
Құранды білетін адам оқиды. Жаттап алып оқыса қари оқиды, жаттап албай кітапқа қарап оқыса, кітапқа қарап, мұсхафқа кітапқа қарап оқи береді. Оқыған молданың сауаты білім деңгейіне байланысты. Егер ежіктеп оқитын болсақ, бір ай оқиды, бір жарым ай. Тез оқитын адам болса, кәдімгі мектептің кітабы сияқты зырлатып оқитын болса, әрдайым оқып жүрген, онда күніне 5-6 жүз деп айтылады. Парада оқитын болса, онда 4-5 күнде бітіріп тастайды. Соны қатым Құран дейді. Басынан аяғына дейін оқып, соны бағыштау. Ол міндет емес, бірақ сауаптың жақсы амалы. Ассалаумағалейкум, Алқа радиосы. Алло. Ассалаумағалейкум. Алейкум салам, айналайын. Тыңдап тұрмын. Қалай санасыз? Менде бір сұрақ бар еді. Менің бір үлкен ағам бар ғой. Иә. Алло, естіп тұр ғой? Иә. Иә, сол үлкен ағам енді үйленді, нетті. Сол енді былай айтқанда апаммен де араласпайды, менден кейінгі ағаммен де араласпайды, менмен де араласпайды. Енді мәселе ана жерде жеңгем не айтса соныкі дұрыс тұр да. Енді ол жерде мен ойлап отырмын, дуаланған ба или қалай болып жатыр, мен соны түсінбей тұрмын да. Не істеуге болады, қандай шаруа қолдануға? Тиіспеу керек. Егер ол араласпаймын десе, ол ағаң жынды емес, ауру емес, науқас емес, саналы, сабырлы, ақылды азамат. Сондықтан ол азамат енді арғарай өзі шешеді. Әйелі әйелінің айтқанына шығамаса, қазір сендер оны әйеліне қарсы қойып, ажыратып, бөліп алғанда не бер табасыздар? Ал, сен дуаланған екенсің деді. Кім дуалады? Қатыны дуалады. Ойбай, сенің әйелің оңбаған екен. Деп бәріміз ол әйелді сотқа сүйреп, молдаға сүйреп, қариға сүйреп, көшеден қуып, үйден қуып, содан кейін ажыратып аласыңдар да, сол ажырап қалған ағаңа кім тиеді? Сен қатын болып бересің болған жоқ. Сондықтан ең дұрысы өз арбасын өзі сүйреп жатыр ма? Тиіспеңіздер. Өзі қазір өз-өзін сүйрегенге зар болдық. Балаң болсын, қызың болсын, бауырың болсын, өз арбасын, өз өмірін, өз түйсігін өзі сүйреген адам, ол дуаланған бола ма басқа, ол азамат адам. Мында сор болғандар өзі қолынан түк келмейді. Қазақ айтпақшы, дайын тамаққа жеуші көп, біткен ішке сыншы көп боп, не пайдасы жоқ, біреудің отты біреуге салып, біреумен біреуге салып, не анда бар бір түкіріп, мынанда бар бір қақырып, ана жерге бір жек сүріп, мына жерге бір қарабет болған, сондай бауырдың саған керегі не? Сондықтан сол әйелдің етегін ұстап, сол жаман болсын дуалаған әйелдің етегін ұстап, өз баласын өзі сүйреп, семьясын алып кеткеннен айналыңыздар. Оны кіргізіп алып, үйіңе ал, келдің, не пайда, бәріміз отырып алып, өсек айтып, әңгіме айтып, сол ма? Бауыр болатын кезде бауыр болу керек, сыйласатын кезде сыйлау керек. Ең дұрыс бауырға істеген жақсылық, айналайын, араласпаңдар өміріне, тыныштық беріңіздер. Әйеліменен өмір сүріп жатыр ма? Сүрсін, айналып кетейін, бақытты бол. Алыстан дұға жаса, келет, уақытсы кетет, бауырдың қадірін білет. Мында бізде кейбіреулер ана әйел деген ол бір нәрсе деп оны төмен көріп, сенің еш қайсың әйел болып бермейсің. Тағы да айтам, еркіне жіберіңіздер, бауырыңыз ақылды азамат, о үйленген үлкен тұлға, ары қарай мына жақсылықты асырып, жамандықты жасырып үйреніңіздер. Сонда отбасы құралады, сонда ел боламыз. Ассалаумағалейкум, Алқа радиосы. Алло, саламатсыз ба, есімім Маржан болады. Тыңдап тұрмын. Енді сұрағым, күйеуіммен 7 жылдан бері біргеміз, 3 ұлым бар. Ну, күйеуім каждый раз көп өтірік айтады, даже Алланы қосып, мен айтам, Алланы қосып айтпа деді. Баланы қосып айтты, мені қосып айтты, анамның ақысы деді. Еще көп бұқтайды балар, даже 3 ай, 6 ай баланы көп бұқтайды. Соған бір неңізді айтып берсең, мен видеозапись күйеуімді көрсетейін дегенім ғой соны. Рахмет үлкен. Жақсы айналайын. Көзін ойып алайын деп пен осы видеомен мәсаған деп тұрып. Енді былай айналайын. Әлбетте оның боқтағаны, арсыздық істегені, бұл үлкен қателік. Алла дұрыс айтып отырсыз, сөзіңіз өте орынды. Мына өтірік айтатын адамдардың өтіріктің ең жаманы Алланы қосып айту. Жаңағы қазіргі елдің ішіне тарап жүрген нан ұрсын, сүт ұрсын, бала шағамның қызығын көрмейін, осы сияқты қарғыс сөздер қосып отыру, көрмесе көрмей кетесің. Негізі ант өзі өтірікшіге керек, өзі кәззаптарға керек, аферистерге, мына мошенниктерге керек. Сондықтан қалғандарға, мошенник болмаса ант керек жоқ. Оның айтқан сөзі ант болады, шындық сөйлейді. Ал енді 7 жыл болған күйеуіммен біргеміз деген сөзіңізге тоқталғым келіп тұр да. Енді күйеуіңмен бірге болмағанда сәсетмен болмайсың ғой. Бәрібір күйеуіңізбен бірге. Сондықтан күйеуіңіздің де сізге айтарым, жақсылығын асырыңыз. Басқа күйеу жоқ. Қазір жамандасаң да оны сенімен ұрысып бәріміз талдап, ол күйеуіңді жерден алып жерге салсақ
уақытта сол күйеу бәрібір, басқа күйеу жоқ саған. Сондықтан айналып кетейін, сол күйеуіңіздің барын бағалаңыз. Иә, оның ол ісі дұрыс емес шығар, бірақ жақсы жағы бар. Сізге гүл берген, кейде бір әйтеуір жақсы күлімсіреген, әйтеуір отбасын баққан, сондай бір жақсылық арқылы жақсы көрсеңіз, анау жаманшылық өзі кетеді. Өзі жаманшылықты кетіру үшін адамды жақсылыққа үйрету керек. Дінге шақыру керек, имандылыққа шақыру керек, тәрбиеге шақыру керек. Бұйырса реттеледі бәрі. Бір күнде бүйтіп алтын мынандай кнопкасы болып бас жіберіп адамды өзгертетін дүние жоқ. Алтыным, оған уақыт керек. Адам сана берсін өзіне. Ассалаумағалейкум, Алқа радиосы. Саламатсыздар. Сәлеметсіз бе? Менде сол күйеуіммен проблема болып отқан еді. Не болды? Бүгін күйеулерді күн ал айт. Шашын жылайық оның, айт. Сол күйеуіммен біз 6 жыл болдық, бірақ күйеуім ұра береді. Қайта ұра береді, көңілмен шығуға тырысам, бірақ ұра береді. Басшаға не үшін ұрады? Не нормально ма, неге ұрады? Ақыл есі дұрыс па өзі? Басында өзі қатты агрессивный кісі негізі. Енді сен оны біледі екенсің, тиіспей қоймайсың ба? Агрессиясын көтермей қоймайсың ба? Басын сөйлейтін едім, сөйледім де бұратын болды, одан кейін сөйлемейтін болдым. Сөйлемедің де бұрама енді қазір? Иә, ұратты. Полиция шақырдың ба? 102 шақырдың ба? Иә, сол 102-ге шақырған едім, сол 102-ге шақырдың деп, мені кінәлап тұрды. Кінәл емес? Олмасын бұл. Сен мені сатып кеттің, 102-ге звондадың, мен кешірмеймін, мен қазір төркімнің үйінде тұрып отырмын да. Ажырасып кеттің ба? Иә, мен сені алып кетпеймін дейді, потому что сен 102-ге звондап, мені абыройымды төктің дейді. Сен ұрыватсың ғой мен десем, қайта ұрыватсың, қайта қыспақтап мен кәдімгідей басып езіп таставатсың деп жатырмын да. Ол сөзбен де езіп тастайды, жаңа ұру да бар, бәрі бар. Мен көбірек жақсы көрем, бала шағам бар, қайтып барсам барам, просто алып кетші десем, алып кетпеймін, сен кешірім сұрап, мен туыстарымды шақырып үйіңе төркінге дейді. Сосын барып алып кетемін, сол кезде кінәңді мойында, мен дұрыс істемедім, 102-ге звондадым, кешіріңдерші, абыройларымды түсірдім деп кешірім сұрап, сосын оның еркектің қатын ұрғаны абырой емес та, сенен кешірім сұраған абыройы көтеріле ме екен содан? Білмеймін, аға. Қай облыстасыз? Қай облыстың тұрғысың? Шымкенттікім ғой. Оңтүстіктің ба? Еркек, әйелді ұрған еркектің абыройы жоқ оның. Оның абыройы біткен адам ол. Ондай адамның абыройын Құдай одан бетер түсірмесе ешқашан көтермейді. Сондықтан оның абыройымды көтерем, абырой біткен адам. О дүние бұл дүниеде әйел сабаған адамның абыройы жоқ, ол белгісіз адам. Бұл біріншіден. Екіншіден, енді ортаңдағы мәселенің қандай болғанын біз нақты білмейміз. Сіздің бір жақты айтып отырсыз, бірақ қалай болғанда да еркек адамның әйелдің ұрғаны бұл арсыздық, оңбаған нәрсе. Енді өз тағдырыңызды өзіңіз ойланып көріңіз, барсаңыз тағы да тепкілеп, екінші рет ұрып өлтіріп қоймасын енді. Алло, ассалаумағалейкум, Алқа радиосы. Ассалаумағалейкум, ұстаз. Алейкум. Ұстаз, мен қойындегі сұрағым, тастақ жақтағы Тазабек Ташкентұлы деген бір емші шықты емшісі. Соған мен жолдасым барған екен, күйеуімде ауыртпашылықтар бар екен, сол кесім, сол барған дұрыс па, дұрыс емес па? Мен бармағым, әйелім барған, соған жолдасым барған, соған айтқан еді, жолдасым осындай енді көріп келдігім екен, білмеймін ғой енді ол. Еркек па ол емші? Иә, еркек емші. Еркек емшіге әйеліңді жібергенің өзі дұрыс емес. Бірге баруың керек еді. Мен алдап кетіп қалған ғой енді, пендешілік қой енді ол кісінікі. Енді болар болған екенсе бармайды. Барсаң тағы да бір қой алып келіңдер деп, 300 мың ақша беріңдер деп жынды қылар сені. Бармай қой. Ең дұрысы сол. Әйелің барған екен, бармай қой. Айт, әйелің айт. Мен айтты де бармасын деп айтты де болды. Оған реклама жасамай қойып, бармасын. Хорошо. Енді айтыңызшы, молдаға Құран ақысын төлеп, әкеме бағыштап оқытуға бола ма дейді. Әлбетте болады. Енді болады. Құран, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи хадисі бар. Мән қараға мин китабиллахи фалаху ажруһу. Құран оқығанда дейді, сауап болады. Әрбір әрпіне сауап болады. Сонда өзіңіз ойлаңыз, ол сізге бір Құран оқып берді. Мейлі хатым болсын, мейлі әшейін болсын. Құран оқып берді. Енді Құраннан сауап болды.
Әр әріптен, мысалы 500 бәлем 1000 әріптен бәленбай килограмм деп айта берейін, түсінікті болсын, сауап болды. Енді молда айтады, бұл сауаптың маған келе жоқ дейді. Негізі оқыған мен едім дейді. Бұл айтады, келе жоқ дейді. Сіз айтасыз, маған да келе жоқ дейсіз. Енді не істейміз? Бұл сыйлық, Құран оқыған адам сыйлық алады, подарка. Бұл подарканы хадиян алады да, хиба дейді. Кімге? Марқұм әкеңізге, атаңызға, анаңызға осыны сыйладым деп сол кісіге атап жібересіз. Бұл бар нәрсе. Мысалы, жетім жесірге садақа беріп бағыштаса бола ма? Болады. Өзің құрбан шалғаннан кейін, марқұм әкем тірісінде шалды, шалмады, сол кісінің атына да бір мал шалып қояйын десе бола ма? Болады, рұқсат береді. Шалыңыз. Тура сол сияқты нәрсе. Яғни Құран оқытып, сауапты подарка, сыйлау ретінде жасаса бола ма? Дініміз рұқсат береді. Марқұмның кез келген сауап. Мысалы айтайық, ол тек қана мал сою, тек қана садақа ақша беру емес. Жетімнің басын сипап бағыштасаңыз болады. Кез келген сауапты. Көшедегі жатқан мусорды, қағазды алып тастап, осының сауабын, я Алла, Құдай сен көріп тұрсың, әкеме бағыштадым десеңіз де өтеді. Бағыштамасаңыз да сауабы барады. Ассалаумағалейкум, Алқа радиосы. Ассалаумағалейкум. Алейкум салам, алтын. Мен осы кеше дұға еткен едім да, осындай жағдай болса, мен егер не істейін деп, құрбандық шалам деп ше. Енді қазір сол жағдай болды да, енді бәрі жақсы болып кетті да, енді жағдайым қатты болмай жатыр да тағы да. Сол қалай болады? Жақсылықтың ерте кеш жоқ, жағдайың болғанда бересің. Сен күнін айтқан жоқсың ғой, тура осы ертең арғы күн шалам деп. Бір құрбандықта мал шалам дедің, дұрыс па? Осы құрбан айтты шалам деген ғой негізі. Дұрыс қой, жағдайың болмаса шалмайсың. Бұл жерде жағдай керек жаным. Жағдай шешеді. Сен қазір қарызға батып, тағы да мал алудың керегі жоқ. Мейлі қандай құрбандық болсын. Сен атаған құрбандықта нәзір деп айтылады. Нәзір құрбандық бола ма, жай құрбандық бола ма, жағдайға қаралады. Айналып кетейін, жағдайың болса ғана бересің. Жағдайың болмаса, дініміз қарызға батып, өлтіріп, адамды құтқару ондай дін емес біздікі. Адамның қайта сол проблемадан, қарыздық ордан құтқаратын дін. Сенің басыңды қарызға кірме, кредит алма, біреуге тәуелді болма деп үйрететін дін. Сондықтан ондай уәде берсең де, аузыңнан сөз шықса да, ол кейінірек жағдайың болғанда бересің алтыным. Сенің істеген жақсылығың, осы айтқан уәдеңнен өміріңді өзгерт, жаманнан қаш, жақсылыққа бет бұр, ортаңды тазала, достарыңды ретте, ұрпағыңа дұрыс бағыт бер, өзің дұрыс тәрбиелесең, сенің берген уәдеңнің орындалғаны сол болады алтыным. Рахмет жаным. Аға, аяғы ауыр әйел туыс тәтесінің қырқына баруы болады ма, болмайды ма? Негізі бармайды, бірақ ренжіп, одан кейін сен өзіңді ұстай алсаң, барып келгенде болады. Ешқандай мәселе жоқ. Енді ана көз тиеді деп айтылады да, сол үшін бармасын деп айтқан сол. Ассалаумағалейкум, Алқа радиосы. Рахмет алтыным, тыңдап тұрмын. Нұрлан аға, бір сұрағым бар еді. Мен бұйырса, Алла берсе ертең құрбан айтқа бір садақа берем деп ниеттеніп отырып едім. Қай күнге берген дұрыс деп ойлайсыз? Мен білмей жатыр едім ғой. Сіздің жолдасыңыз бар ма? Бар, бала шағам. Нағып ол бермейді, сіз бересіз. Жоқ, бір келіп те ғой, просто прямойда отқасын сізден тұрайын деген ғой. Сол береді, сіз сонымен ақылдас, бізбен ақылдаспа. Күйеуің шешеді, менімен ақылдаспа оны. Сол біледі. Кісі айт, сен күйеуіңмен шешкенің жақсы болады жаным. Біздің қатысымыз жоқ. Сен қайыр садақаңды күйеуің шешеді. Жолдасыңмен сен жолдасыңды көтеріп үйрен алтыным. Сол шешсін, соның қабыл болады, дұрысы сол болады жаным. Жақсы, рахмет. Өзімізге қандай сүре оқып, дем саламыз, неше рет оқып, білген сүреңіздің бәрін оқи бересіз. Специальный именной сүре жоқ. Білген сүреңді Ассалаумағалейкум, Алқа радиосы. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Нұрлан аға, менің сұрағым бар еді. Менің мамам намаз оқитын кісі. Папам енді намаз оқымайды, арасында кішкене шеп-шіп қоятын да бар. Но бірақ андай Құдайға сенеді, но бірақ намаз оқымайды, Құран оқымайды. И сосын құрбандықта шалып көрмеймін деп осы уақытына дейін жетістікке келген кісілер. Мамам намаз оқиды, мешітке барып, Құран оқып солай жасайды да. Бірақ менде андай көзін жеткізе алмаймыз да, что Құран шалу керек деген нәрсені ше. Соны биыл да шалмайтынына көзім жетіп тұр. Просто мен әке-шешемнің атынан өзім құрбандық шала аламын ба? Әлбетте. Жасай беріңіз, жақсы амал ғой. Оны ер адам жасау обязательно емес па? Ер адам, жоқ, күйеуіңіз дегенім ғой. Отбасыңызбен? Мен күйеуім жоқ. Күйеуіңіз жоқ болса жасай бересіз. Алла қабыл қылсын.
Жағдайыңыз келсе жасай беріңіз. Жақсы жан. Әжем Раббысына қайтты дейді. Мен бармадым, аяғым ауыр еді дейді. Иманды болсын. Алла жарылқасын. Ассалаумағалейкум, Алқа радиосы. Сәлеметсіз бе? Қайырлы кеш, қалыңыз қалай? Жақсы, рахмет. Аға, менде мынандай бір сұрақ. Мен үнемі 10 жыл болып тұрақ жолдасымен тұрамын. Үнемі жұмыс істеп ақша тауып, алдына түсіп жағамай жүрем. Қазір енді жұмыстан шығып қалдым. Жолдасын тастаймын, жұмыстан шыққан кезде неге жұмыс істемейсің, неге ақша таппайсың дей береді. Сосын мазам кетеді мен сол кезде. Қазір енді денсаулығым болмай жүріп түсінбейді оны ше. Денсаулығым болмай жүріп де звондайды, неге сен жұмыс істемейсің, неге жұмыс іздеп таппайсың. Неге ол звондайды, не бөлек тұрасыздар ма? Жоқ, бірге тұрамыз ғой. Үйде жатсам, сен үйде жатсың ба, ұйықтадың ба бүгін деп жаңағыдай енді жұмыстан шығып қалдым 2-3 күн болды. Постоянно солай. Мән бермей қойыңыз. Настроениемді түсіреді звондаған. Күйеуің сондай енді кішкене оны түсінуге тырысыңыз енді. Ол қазір сөз қоласаңыз, мана иісі бар нәрсені тисеңіз сасып кете береді. Сондықтан кейде сәл жоғарырақ болыңыз да, оның айтқан сөзіне я сенікі дұрыс деп қоясаңыз да басқа нәрсеге алақсыңыз. Әйел жұмыс істеуге міндетті емес. Әйел өзі тұрмақ, бала шағаны бағуда да міндетті емес. Әйел адам бар дүниені жеп-ішіп жататын адам. Ол тағдыр солай оның. Бағылуы міндетті болған. Әйел, хайял деген сөздің өзі араб тілінде бағылуы міндетті болған адам деген сөз. Бағылуы міндетті ол, оны бағылу керек. Енді күйеуің оны түсінбей жатқанда, оны айтам деп, одан бері тоқпақтап ұрып қоймасын. Сондықтан кейбір сөзіне үндемей қойғансаңыз, үндемеген үйдей бәледен құтылады алтыным. Түсінбейтін сияқты ғой. Түсінеді, кішкене уақыт керек. Ана сөйлеп жатқанда сен өлең айтып жатыр деп есепте. Жақсы жан. Күйеуесі тұмарды үнемі мойнына тағып жүрген дұрыс па? Тұмар мәселесі. Тұмар кішкентай балаға ғана тағуға болады. Кішкентай бала сәби балаға, бесіктегі. Одан басқа адамдардың, тілі шыққан баланың барлығына, үлкен адамдардың барлығына мойнына тұмар тағудың қажеті жоқ. Тұмардың ішінде Құранның аяты, қасиетті дұғалар жазылады. Ол дұға таза жерде тұру керек еді. Сен оны мойныңа аласың, бірақ жүрегіңде жоқ. Мойныңа тағасың, бірақ ол санаңда жоқ. Мейлі сен мойныңа тағасың, бірақ амалыңда жоқ. Мейлі тағасың, өміріңде жоқ. Не пайда ол тұмардан? Туалетке кіресің, әжетханаға кіресің, ұятсыз сөздер айтасың, арақ ішкен жерге барасың, ішпесең де отырасың. Әйтеуір бір күнәға кіріптар болып, тап-таза тұрған Құранның аятын, дұғаны сондай арсыз жерге түсіресің. Сондықтан ол тұмар мүмкін сені қолдамайды, мүмкін қарғайтын да шығар. Сондықтан тұмар тағатын барлықтарыңызға қатысты, тұмар адамды сақтамайды, адамды Алла сақтайды. Сондықтан ең жақсы тұмар, сол тұмардағы дұғаны жаттап алып, аузыңменен өзің оқып жүрсең, ең жақсы тұмар болады. Тұмардардың тұмары, ата-анаңыздың батасын алсаң, саған ешқандай тұмардың қажеті болмайды. Намаз оқығым, тұмар деген ширк емес пе дейді. Адамның ниет, тұмардың бәрі ширк болмайды. Бәрін ширк апарып кіре бермеңіз. Қазір осы естіп болады да, тұмардың бәрі ана кішкене радикалды көзқарасы бар, содан кейін сәләфиттік, уахабиттік бір нәрсе болса, барлығы ширк кәпірсің деп далбастай береді. Тұмардың өзі керек десең әдемілікке тағылуы да мүмкін. Сонда ширк бола ма не? Сондықтан мені Құдай сақтамайды, мені тұмар сақтайды деген түсінік болғанда ширк болады. Басқа уақытта ширк емес, сондықтан барлығын ширк апарып байлай бермеңіздер. Ұстаз, Құдай ақы, Алла куә деп өтірік айтқандарға уағыз қалайсыз ба, айтасыз ба, запись жазып алайын дейді. Кімде-кім өтірік айтқанын біліп тұрып, өтірік айтқанға Алланың атын қосатын болса, бұл адам діннен шығып кәпір болады. Себебі арам нәрсеге Алланың атын айтқан болып табылады. Сондықтан бұл ең ширкке барып тіреледі керек десеңіз, діннен шығумен бірге. Неге ант үш түрлі болады? Лағу, мұнақид, ғамус деп айтылады. Үш түрлі ант болады. Өткен іске берілген ант, бүгінгі таңға және келешекке. Соның ішінде өтірік екенін біліп тұрып, сеніп тұрып айтқан кезде адам діннен шығып кәпір болады. Бұл ең
күнәнің басы осы. Ант негізі кімге керек? Ант өтірікшіге керек. Сол үшін оның сөзін сенбегендіктен адамдар Алланың атымен байлағысы келеді. Ант деген өзі не? Араб тілінде емин, ол не ол? Түсініктемесі былай. Бір істі күшейту үшін Алланың атын айтумен айтылған нәрсені ант деп айтады. Алла көріп тұр, бала шағамның қызын, мен куәсімін сондайдың. Алла бала шағамның қызығын көрсетпесін деп айтқан адамдардың бала шағасының қызығын көрмей, бұйырмасын деп айтқандар бұйырмай кеткен тұқым тамырымен. Сондықтан жақсы сөз жарым ырыс. Анттан қашу керек. Ассалаумағалейкум, Алқарайыз. Саламатсыз ба, жағдайыңыз жақсы ма, амансыз ба? Рахмет, қандас. Тыңдап тұрмын. Тыңдағанда мен сұрағым жоқ. Мен сізге айтайын дегенім, сіз Түркістан қаласына қонаққа келмейсіз бе? Рахмет. Бізде жақсы мешіттер ашылды, келіңіз үйге тамаққа, қонаққа, ет аш шақырып жібереміз. Рахмет, Алла разы болсын. Ақниетіңізді айтамын. Мен обязательно барып жеуім керек пе? Беріп жіберіңіз адреспенен. Мешітке сал. Келіп жесеңізші, ата-анаммен таныстырғым келеді. Оларға да бір мотивация жақсы не ғой, намаз оқиды мамам сондай. Алла разы болсын. Аман болсын. Жақсы бір қонаққа күтіштерім. Рахмет жаным. Сол ата-анаңыздың қызметінде болыңыз. Ең дүниедегі бақытты адамсыз. Басыңызда тәж бар. Сол ата-ана деген, сол тәжді жоқтар ғана көреді. Сондықтан бақытты болайын алайын. Жақсы, барып жатсақ. Түркістанға келгенде номер жазып алып хабарлассын. Жақсы. Сіздің жолдасыңыз бар ма? Жоқ. Ата-анамды бағып отырмын. Онда сіздің ата-анаңызға хабарласайық, әйтпесе сізге хабарласып барғанымды ұят болатын шығар. Жақсы жаным, рахмет, ниетіңнен айналдым. Мына халал деген мөрді басып шығарып жатыр, оған не дейсіз, халал емес жоқтарға ма? Қарау керек, қазір енді ол бизнеске айланып кетті, жасыратыны жоқ. Бұны нақты тексеретін мекемелерді кішкене реттестірсе, мемлекет бұл нәрсе орнына түседі. Негізі нақты білу керек. Халал ма, халал емес пе? Білмесеңіз нақты, онда жеуге жарамай қалады. Қысқасы, баршаларыңызға Алла разы болсын. Алдымызда Құрбан айт келе жатыр. Құрбан айт туралы бір-екі сөзбен қорытындылайын. Құрбан айт міндетті болған намаз. Ер азаматтар таңғы 6-да, таңғы 5-тен ертерек тұрып, жуынып, шайынып, ғұсыл алып, тырнақтарыңызды алып, сақал мұрттар болса басып, дененің түктерін, алды арты бәрін тазалап, жақсы көйлек киіп, шамаңыз келсе сатып алып, сатып алуға шамаңыз жетпесе үйде көйлекті, әйеліңізге шамаңыз жетсе әйеліңізге істетпесе өзің жақсылап жуып, тазалап, өтіктеп, қырын шығарып, әтір хош иістер сеуіп, ерте тұрып, ер азаматтардың барлығы айт намазына баруға әрекет етесіз. Айт намазына ертерек барып, өз жай намазыңызды өзіңіз апарып, гигиена мақсатында өзіңіз тұрып, имамның жақсы айтқан сөздерін тыңдап, көпшілікпен бірге қол жайып, ұлтымызға, елімізге, дүниемізге, ақыретімізге дұға қылатын айттың бірінші күні 27-сі таңғы 6-да мешітке баршаларыңызды шақырам, ниеттеріңіз қабыл болсын. Екінші, шамасы жететін адамдар құрбандық шалады. Айт намазына оқылып біткеннен кейін ғана шалу керек. Айт намаз оқылмай тұрып құрбандық шалынбайды. Айттың бірінші күні, айттың екінші күні, айттың үшінші күні. Айттың үшінші күні кешке дейін шалып үлгеріңіз. Үлгере алмасаңыз, онда кейінірек ақшасын алып қойған болсаңыз, малын белгілеп қойған болсаңыз, онда бәрібір шала бересіз, атқара бересіз. Бұған қоса айтарым, құрбан айттың айт намаз оқылғаннан кейін көп жерлерде зират басына жүгіріп кетеді. Қайтыс болған адамдарға дұға қылайық деп. Жоқ. Қайтыс болған адамдардың басына Құран оқыту айттан бір күн бұрын барыңыздар. Айттан бір күн Арафа күні зираттардың басын аралап, шөптерін құрғаған болса жұлып, жолын тазалап, басына бата қып, сырлайтын жерін сырлап, әктейтін жерін әктеп, сондай жасайтын күн бұл айттан бір күн бұрын Арафа күні барасыздар. Одан кейін айттың күні ағайын туған туысқа кіріп, қара шаңыраққа барып, үйде қара шаңырақ деген ана ауылдағы, колхоздағы, сапқоздағы үй емес баяғы. Қара шаңырақ деген ақсақал, әулеттің үлкені бағылып отырған үй. Қай үйде үлкен кісі бағылады, жаңағы мен енемді бағып отырмын, мен атамды бағып отырмын деген балалар бар ғой. Сол үй қара шаңырақ болады. Сол шаңыраққа рұқсат сұрап барып, подаркаларыңызды алып барып, тахабу, сыйлық берсең махаббат болады. Айттықтарыңызды алып барып, кіріп, қолын алып, бата қылып, сынамай, мінемей, жәрдем беріп, бір-біріңізге рахмет айтып, мені кешір деп, бір-бірлеріңізге жақсылық сөз айтатын күн бұл айттың күні. Айттың бірінші күні, екінші күні, үшінші күні айттаңыздар. Айттау деген сөз тағы да 7 үй бұлай, 6 үй бұлай, 9 үй бұлай деген сөз жоқ. Араласқан, сені күткен, сен барған, сені алыс берісің бар адамдарға барыңыздар. Мен айттап келдім
деп біреудің үйін тақылдатып бас жоқ аяқ жоқ кіре беруге болмайды, олай фестиваль жасауға болмайды. Баратын болсаңыз білетін адамның үйіне айттап барған, айтшылап барған жақсы болады. Бұл ағайындық бауырды күшейтеді. Жаңағы план жоқ, жеті үйге кіру керек деген сөз жоқ. Одан кейін балалар айттаса жақсы болады. Балалар қонақ шақырмай келе беретін жалғыз қонақ ол бала. Сондықтан балалардың қолына шақырса күтіп алып, сыйлықтарыңызды беріп, жасаңыздар, ниеттеріңіз қабыл болсын. Құрбан айттың етін өзіңіз білесіз, толық таратып жібересіз бе, толық алып қаласыз ба, толық барлығын үйде бала шағамен жейін бесеңіз ас болсын, жоқ бәрін таратып жіберем десең қабыл болсын. Үшке бөлсеңіз жақсырақ болады, бір бөлігін аз бөлігін өзіңіз алып қалып, қалған бөлігіне қонақ күтіңіз, қалған бөлігін мұқтаждарға таратып бересіз. Ең жақсы сол. Егер қойдың шамасы жетсе, яғни семіз қой болса, қой бір жастан кем болмау керек, 6 айлық қозы жайы білет, егер сәл семіз марқасы толық кеп тұрған болса, ешкі бәрібір бір жастан кем болмау керек. Сиыр менен ірі қара 2 жастан кем болмау керек, түйе 5 жастық болады. Сол 5 жастық түйелерге шамаңыз жетсе шаласыз. Қой ешкі тек қана бір адамға ғана жүреді, қалған ірі қара мен түйені 7 адамға дейін жиналып шаласыздар, ниеттеріңіз қабыл болсын. Айттың күні такбир ташриқ айтылады. Аллаху акбар, ла иляха иллаллаху, аллаху акбар, ва лиллахил хамд деп 5 уақыт намаздың парызын сәлем бергеннен кейін айту уәжіп, такбир ташриқ уәжіп болып қалады да, басқа кезде айту сауапты амал болып табылады. Ұмытып қалатын болса, кейін еске түскен кезде айта бересіздер. Еркек адамда әйел адамды айтады, бірақ әйел адам сәл сыбырлап айтса жақсы болады. Биылғы құрбан айттан қандай өзгеріс таптыңыз? Құрбандық деген не өзі? Осыны ойланыңыздар. Әр қазақ құрбан шалғанда тек қана мал бауыздадым деп баланы апарып қан көрсетуменен шектелмейді. Тәрбие олай берілмейді. Балаға құрбандық деген сөз құрбан, яғни бір нәрсені арнау, немесе құрба жақындау. Құдайға етпен жақындайсыз. Еті жоқ адам Құдайға жақындай алмай қала ма? Жоқ. Жақсы амалмен, тақуалықпен, шынайылықпен, пейіліңізбен, адалдығыңызбен, адамдығыңызбен осы нәрсемен жақындайсыз Құдайға. Сондықтан Алла баршаларыңызға разы болсын, аман болыңыздар, сау болыңыздар, жақсы күндеріңіз көп болсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.